Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ әрі тез дайындалатын дәмді кекстер әзірлейтін боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, бөлме температурасындағы қоюлатылған сүт, 100 грамм ерітілген жылы сары май немесе маргарин. Сары майымыз міндетті түрде жылы болуы қажет, ысы болса жұмыртқамызды пісіріп жіберуі әбден мүмкін. Осылай венчикпен араластырамыз. Оның үстіне 200 грамм ұн және 1 шай қасық қопсытқышты електен өткізіп, барлығын араластырамыз. Достар, арнадағы барлық видеоларды көріп отыру үшін подписаться кнопкасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай тестамызды дайын болған кезінде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді кекстерді осындай силиконды формамызға немесе дүкендерде сатылатын арнайы қағаз формаларды силикондарға салып пісіруге де болады. Мысалға біреуін көрсетейін деп салып қойдым. Осы формаларымызға 2 ас қасықтан қимамызды құйып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Бұл тестадан 12 кекс дайын болады. Осындай бір жасасаңыз, балаларыңыз қайта-қайта сұрайтын кекстер әзір болды. Астарыңыз дәмді болсын.